Мен Жексенбаев Қадырбек Құдабайұлымын. 1987 жылы туылдым. 2003 жылы осы Маңғыстау ауылындағы номер 26-шы қазіргі 1-ші мектепті бітірдім. 2006 жылы арнаулы орта мамандықты алып, өз ауылыма қызмет ету үшін қаржы және экономика саласы бойынша мамандық иесі болып шықтым. Осы ауыл өзіміздің өсіп өнген ауылымыз болғаннан кейін, осы ауылға қызмет ету үшін осы мемлекеттік қызметке келдік. Дәулет ауылдық округ әкімі аппаратында коммуналдық сала бойынша бас маман қызметін атқарамын. Қазіргі таңда жалпы қызметім бойынша айтатын болсақ, Дәулет ауылдық округінің тазалығы, инфрақұрылым желілердің болуы, уақытында тұрғындардың алуы, соларда қамтамасыз етіп қадағалап отырамыз. Қазір мемлекеттік қызметте 10 жылға жуық қызмет атқарып келеміз. Болашақта да осы ауылға қызмет еткім келеді. Осы ауылдың бір үлкен мамандық иесі болып, осы ауылға қызмет жасау. Халыққа қызмет ету ең бастысы. Әрбір тұрғын алдымызға келген кезде бізден ол өзінің білмей, немесе жаңағы көзі жетпей тұрған нәрселерді білу үшін біздердің алдымызға келіп сұрақ қояды. Біз сол кезде олардың сұрақтарына дәлелді, нақты жауап беруіміз қажет. Құрметті мемлекеттік қызметшілер, сіздерді бүгінгі 23 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілер күнімен баршаңызды және барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Осындай мерекеде баршаңыздың отбасыңызға денсаулық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрі қарайда мемлекеттік қызметте қызмет етіп, жетістіктерге жете беруіңізге тілектеспін. Сіз көрген мемлекеттік қызметші Асқар Тау әке отбасының тірегі.